Сәлеметсіздер ме оқушылар? Тоғызқұмалақтан қанша жүріс есебі бойынша екінші сабағымызды бастаймыз. Видео сабағым ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Бірінші сабақта берілген үй жұмысын тексерейік. Мұнда екінші отауда 2 құмалақ болса 14 жүріс, үшінші отауда 1 құмалақ болса 6 жүріс, бесінші отауда 2 құмалақ болса 8 жүріс, сегізінші отауда 1 құмалақ болса 1 жүріс болады. Қанша жүріс есебінде егер отауда 3 құмалақ болса 3х алу 2 формуласын қолданамыз. Мұндағы х құмалақ жинайтын отау санынан құмалақ тұрған отау санын алу. Егер құмалақ саны 3 болса 3-ке көбейтіп формула бойынша 2-ні азайтамыз. Ойын ережесі бойынша 3 санын 1-ден 7-ге дейінгі торкөзге жазамыз. Мұнда бірінші есепте екінші отауда 3 құмалақ болса 9-дан 2-ні азайтамыз. 7 шығады. 7-ні 3-ке көбейтеміз және формула бойынша 2-ні азайтамыз. Сонда екінші отауда 3 құмалақ болса 19 жүріс шығады. Екінші есепте 5-ші отауда 3 құмалақ болса 9-дан 5-ті азайтамыз. 4 шығады. 4-ті 3-ке көбейтеміз және формула бойынша 2-ні азайтамыз. Сонда 5-ші отауда 3 құмалақ болса 10 жүріс шығады. Ал енді мынау үй тапсырмасын орындап көріңіздер. Мұнда бірінші отауда 3 құмалақ, үшінші отауда 2 құмалақ, бесінші отауда 3 құмалақ, жетінші отауда 1 құмалақ. Бұнда 1х, 2х және 3х алу 2 формуласын қолданып осы есепті шығарып көріңдер.